Ұлыстың ұлы Наурыз мерекесін тойлау аясында оқушылар сарайында білім басқармасының бастамасымен үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Оның ішінде ең ерекше және ең алғаш рет өткізіп жатқан шара ол Тақия Fashion Week шарасын айтқым келеді. Өйткені бұл шараға бүгін өңірімізден 200-ге жуық қыз балалар қатысты. Қала мектептерінде бір жұма осындай шеберлік сыныптар өтті. Тренд тақия тігеміз атты оқушылар осындай шеберлік сыныпқа қатысқан соң, бүгін енді соңында қорытындысы ретінде әр мектептен 5 оқушы келіп, осы Тақия Fashion Week дефилесіне қатысып жатыр. Бұл да бізді өте қуантады. Бұл іс-шараның басты мақсаты оқушыларды ұлттық өнерге, біздің ұлттық енді руханиымызға оларды жаңағы қызығушылығын арттыру. Сонымен қатар оқушылар сарайының алаңында керемет осы Наурыз ұлыстың ұлы жаңару мерекесінде эстетика бөлімінің педагогтары мен оқушылары Наурыз ару атты керемет көрмесін ұйымдастырды. Сонымен қатар біздің әншілеріміз, бишілеріміз әнмен сахна төрінде өнер көрсетуде. Сонымен қатар қала мектеп оқушылары бір жұма ішінде жаңағы қыр даланың гүлі болған қызғалдақтарды өз қолдарымен жасап, бүгін нағыз қызғалдақтардың қызыл алаңы болып жатыр. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгін осындай керемет гранд дефиле өтіп жатыр. Мен 200 баланың ішінен қатыстым. Бүгінгі дефиледе өткен қыздардың тақиялардың ішінен менікі ең ерекше деп ойлаймын. Осының бәрін тігу үшін, жасау үшін мен бір-екі жұмада кетірдім. Мереке құтты болсын, Наурыз мейрамы. Бәріне зор денсаулық, еліміздің жұртымыз аман болсын. Аз Наурыз біздің мұсылманның жаңа жылы құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні тілеген тілегіміз қабыл болсын. Бәріне жақсылық тілеймін. Ақ көп болсын, халқымыз тоқ болсын. Бәрі де жақсы, бақытты болсын. Еліміз аман болсын.